Ишгал етілген ярымада айрымлары ақында кемевзу бүгін бірлешкен милетлер тешкелетінде көтерілді. Ишгал етілген Қырымда инсан ақлары бойынша Украина резолюциясыны бірлешкен милетлер тешкелетінің баш ассамблеясы комитетінде бақажақлар. Весиқада Кремльден бірлешкен милетлер тешкелетінің халқара махкемесінің мувақат қарарларыны еріне кетірмеге талап етелер. Шу сырада меджлис ясағыны ләғу етмек ве Украин ве Қырым татар тіллерінде оқытуыны теменлемек. Весиқа Москва ве Киев арасында селялы зидиетнің олмасыны таздықлай. Бияннамеге 40 мемлекет қошылды. Оның муалевдешлері олды. Бұны Украина тыш ишлер назерінің муавины Сергей Кислица білдіре Украин весиқасыны илерілетмек үшін Нью-Йоркқа келді. Бу бияннамеге кол тұтқан мемлекетлерінің сайысы былтыр олғанындан аз олмасын деп әрекет етеміз. Олдықча қиын олacak, чөнки резолюция инсан ақлары кебе пек хасас ве инже саға айт. Ве территорияларында инсан ақларының бұзылуына рас келген девлетлерінің жоғысы бу кебе бияннамелерге мұқайтлықнен янаша. Қырымның ишгал етілген топрақ олмасына бақмадан.